Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіз алманың пайдасы жайлы білетін боласыздар. Білместен бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас үйінде апталап, айлап тұратын азықтың бірі алма. Оның табиғи емдік қасиеті жайлы ойланып көрдіңіз бе? Алманың қандай пайдасы бар? Алма көптеген ертегілер мен хикаяттарда сұлулық, денсаулықтың символы болып белгіленеді. Бұл адамдардың ертеден-ақ алманың қасиетін біліп бағалағанын хабар береді. Өмірді ұзартады. 2011 жылы Америкадағы химиялық қоғамның өткізген зерттеу нәтижесі бойынша алманың көмегімен өмірді 10%-ға ұзартуға болатын анықталды. Сондай-ақ алма жегеннен кейін ағзаның белсенділігі де арта түседі екен. Бұл зерттеу жануарларға қолданғанымен нәтижесі адам ағзасына да қатысты деп саналды. Есте сақтау қабілетінің жақсаруы. Массачусетс штатының университеті жүргізген нәтижесі бойынша алма мидағы нейротрансмиттер ацетилхолиннің санын көбейтеді. Ол мидың жаңа құрылымдары құрып өзгертуге көмектесетін нейропластикалық модуляцияның қызметін іске қосады. Мидағы ацетилхолиннің артуы есте сақтау қабілетінің жақсаруына әсер етіп, Альцгеймер ауруының алдын алады. Достар, осындай пайдалы ақпараттарды көптеп білгіңіз келсе, дәл қазір менің арнама жазылыңыз. Инсульт қаупін азайтады. Әдетте инсульт, инфаркт, атеросклероз аурулары ЛДЛ холестериннің көп болуынан туындайды. Ал алма холестерин санын 23%-ға азайтады. ЛДЛ холестеринді азайтатын арнайы дәрі-дәрмек 18-50%-ға дейін төмендетсе де, өзге зиянды ауруға апаруы соғуы мүмкін. Ал алма мұндай артық ауруларға төтеп береді. Ісік ауруларының алдын алады. Гавай аралдарында жүргізілген зерттеу нәтижесі бойынша ең көп алма жеген топта қатерлі ісік ауруының пайда болу қаупі 40-50%-ға дейін төмендеген. Алманың құрамындағы антиоксиданттар адам ағзасындағы өкпе ісігінің пайда болуына әсер ететін үдерістерге бөгет болады. Алманың құрамында А, С, В1, В2, П, Е дәрумендері бар. А дәруменің ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. А дәруменің шаштың, тырнақтың өсуіне әсер етеді. Ал жетіспегенде тері құрғап, жарылып, түсі күңгірттенеді. В1 дәрумені организмде дұрыс зат алмасуы үшін аса қажет. Бұл дәрумен жетіспегенде шаршағандық сезіліп, ас қорыту жүйесі бұзылады. Ағза В1-ге зәру болған жағдайда жүйке жүйесі ауруға шалдығуы мүмкін. В2 дәрумені басқа да дәрумендер сияқты организм бір қалыпта өсуіне қажет. Жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді. Көздің жақсы көру қабілетін арттырады. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ерін құрғап ұшық шығады. Денеге түскен жарақат баяу жазылады. С дәрумені ағзаның жұқпалы ауруларына қарсы тұра алу әрекетін арттырады. Сүйекке және тіске беріктік қасиет береді. С дәрумені жетіспегенде ағза тез шаршайды. Сілемейлі қабықшалар қабынады. Қызылиек қанталайды. С дәрумені ағзаға қыс пен көктем айларында көбірек қажет. Достар, пайдалы ақпараттар үшін менің арнама дәл қазір жазылып қойыңыздар. П дәрумені жіңішке қан тамырларының беріктігін арттырып, қызметін қалыпқа келтіреді. Е дәрумені бұлшықеттердің қызметін жақсартады. Сондай-ақ алмада марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, молибден, мырыш бар. Бұлар ағзаға жеткілікті мөлшерде болса, адам жиі ауырмайды. Ойлау қабілеті жақсы дамытады. Ал ең бастысы, алма темірге бай. Темір қан айналымы жүйесінде өте қажет. Ол жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтану үшін күніне бір алма жеу қажет. Алманың жер шарында 36 түрі бар. Қазақстанда алманың апорт, сиверс, нецвеци, қырғыз алмасы тағы басқа түрлері өседі.
Алманың отаны. Орталық Азия сұрпына қарай алма ағашының өмір сүру ұзақтығы да әртүрлі. Олар 20 жылдан 100 жылға дейін өсе беруі мүмкін. Достар, бүгінге осы. Видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.